Ассалаумағалейкум. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз. Мен сізге лайк басуға, жазылуға небәрі 10 секунд берем. 11, 12, 13, 14. Я достар, жазылыңыздар, өтініш, мен қатты қуанам сіздер. Мен сияқты блогерлер аз, сондықтан жазылып қойыңыздар. Үйрететін айтпашы, ютубта 8 жылмын, айтпашы құттықтап қойсаңыздар да болады. Так, Яндекс Толоканы ашамыз. Play Market абсурдно скачать етіп алыңыздар. Яндекс Толока мобильный заработок міне. Так, открыть дейсіздер міне. Открыть дегеннен кейін задание на карте дегенді басасыздар. Задание на карте басқаннан кейін сіз ақша таба аласыздар. Мысалы мен жақтан қараңыздар, мына 35 теңге 40 теңгенің заданиялары бар. Мысалы сіз осы заданияны бірде-бірде төрт жақтан түресіз, осы жақтан түресіз, осы жақтан түресіз, осы жақтан түресіз, осы жақтан түресіз. Так, біреуіне басып көрейік, мысалы 0.10 дейді. 0.10-ның үстіне басамыз. Яндекс Толока кіресіз, тіркелесіз, тіркелу оңай, кәдімгі Яндекс почтаңызбен болсаңыз, сонымен де кіруге болады. Так, инструкция міндетті түрде оқыңыздар, анда қалай болады, қалай болмайды, міндетті түрде оқыңыздар. Сапасы қандай болу керек деген сияқты. Енді қазір телефондардың сапасы мықты ғой қазір. Мен білем, қазір телефондардың сапасы өте мықты. Так, айтпашы, настрой телефон дегенге мән беріңіздер, фото, жан жақтың төрт жерден түресіз. Мен айтқам, мысалы, посмотреть примеры міне. Осы жерден. Так, адрес здания, адрес болмаса комментарияға жазасыз, цифралары болмаса комментария қалдырасыз. Жүріп сіз ақша таба аласыздар. Көрдіңіздер, әр задания 30 теңге, 20 теңге, 40 теңге беретіндері бар. Бірден инструкция оқыңыздар. Айтпақшы, пример деген мынандай болмау керек, мысалы, мынандай болмау керек. Сразу қателесіп кетпеңіздер. Требование көп, мынандай болмау керек, мынандай болу керек. Жазу бәрі көрініп тұратындай әдемі болу керек. Екінші мынандай болу керек. Адресная табличка болмаса, если вы нашли задание, но не соответствует, комментарий жазып кетіңіздер, қате болса. Здание болмаса, барлығын қате болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Приступить етесіздер, мені көріп отырсыздар. Одан кейін фотоға түсіресіздер. Так, төрт жақтың фотоға түсіресіз. Так, все видны дейсіз, организация болса жазып кетесіз. В общем, задание оңай, 0.10 дейді. Қазір курс бойынша қарайсыздар. Задание жетеді, шүкір, наңыраңыздар. Бәрін жүріп ақша табылады. Менің радиусымды қараңыздар, қанша. Мысалы, ал 0.012, мысалы 0.012-ні так, жұмыс жасауға болады. Ойбай, мықты, байисыздар деп айтып отқан мағынада қабылдап қалмаңыздар. Өздеріңіз білесіздер. Мен так, мысалы, осындай, мысалы, неше зданияны фотоға түсірдіңіз, мысалы, 100 зданияны фотоға түсірдіңіздер. $12 табу бола ма? Міне осындай, енді әрине өздеріңізге байланысты. Мен реклама жасап отқан, өздеріңізге 5000 теңге табу болады. Кім береді 5000 теңге? Сол сияқты ғой. Тариф айтпашы, кәдімгі біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Өтініш, сіз лайк бассаңыз мен қатты қуанамын.